Баршаңызға сәлем. Тары мен талқаннан өте дәмді шығатын, жеңіл жасалатын пирог түрін жасайтын боламыз. Керек заттардың бәрін астына жазып қалдырып кетемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен ыстық сүтке тарыны салып, бетін жауып, бүгдіріп қоямыз. Сосын талқанды сахарная пудрамен араластырып, біркелкі масса қылып аламыз. Араластырған массамыздың үстіне ерітілген сары майымызды қойып, тестасын жасайтын боламыз. Бәрін біркелкі араластырып болған соң бірден формаға салып, стаканның көмегімен, қасықтың көмегімен, я болмаса қолдың көмегімен біркелкі етіп орналастырып жайып шығамыз. Біркелкі еті формаға лайықтап жайып болған соң, мен алып холодильникке сала тұрдым. Ішіндегі начинканы дайындап болғанша, ол холодильникте тұрғанда біз начинкасын дайындаймыз. Начинкаға ең алдымен қант пен крахмалды араластырып аламыз. Сосын бөлек ыдысқа сапалы қаймағымызды салып, 3 жұмыртқаны жарып салып, біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Біркелкі масса болғаннан кейін үстіне жаңағы бөлек қойған қантты салып, қайтадан араластырамыз. Қант ерігенше кішкене. Сосын үстіне піскен май сөгімізді, жаңағы талқанды салып, біркелкі масса болғанша тағы да араластырып жіберіп, дайын болған масса осындай болады. Осы массаны форманың ішіне құятын боламыз. 150 градуста 1 сағат 10 минут, 1 сағат 20 минут көлемінде пісіріп аламыз. Беті күйіп кетпеуін қадағалаңыз. Пісіп шыққан соң әбден суытып, осылай кесіп ұсына берсеңіз болады. Видео сізге пайдалы болған болса, менің парақшама жазылып, лайк басып қолдап кетуді ұмытпаңыз.